Құрметті оқырман қауым, Еркінқала ауылдық кітапханасына қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы, биылғы жылы 2021 жыл Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылына орай мен оқыған керемет кітап аясында Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» повесін оқуға шақырамын. Сайын көбінесе түнде жазатын. Күзде қарлы жауын жауады ғой, әсіресе сол кезде қатты жақсы көретін. Сондай уақыттарда жұмыстан келе сала жазуға отыратын. «Жусан иісін» жазып біткен соң ол керемет көңіл күйде жүр. Сірә оқырман қауымға, балаларға ұнайтынын сезген шығар. Аянның ертегі айтатындығы Сайынның өзіне аздап келеді. Бірақ Аянның прототипі бар. Ол ауылдағы тобығы тайғандықтан аяғын қисаңдатып сәл ішіне басатын Ұзақбай деген бала. Ол баланың тағдыры шығармаға арқау болған, ал шығармадағы Садық Сайынның өзі болатын. Кішкентай Аян жастайынан шешесінен айырылып, әжесімен бірге бір ауылға көшіп келеді. Осы ауылдың балалары ойнап жүріп, жаңа баланы кездестіреді. Балалар Аянмен тез тіл табысып, достасып кетеді. Аян екінші атаман атанады. Ол ақ көңіл, ақылды бала болған. Негізі ол ешкіммен төбелеспейтін еді. Бірақ сол күні Есіпбай Аянға өзі тиісіп, төбелес іздей бастайды. Бәрібір соңынан Аян барлық күшін жиып жеңеді. Аян мектепте де өзін зерек бала етіп көрсетеді. Ең бірінші болып хат таниды, балаларға көмектеседі. Бірде Аян өрісте мал қайырып жүріп, тобығын тайдырып алып, содан кейін оның аяғы тайғыш болып қалады. Аянның тағдыры тым аянышты. Әңгімедегідей біз де Аянның жусанды ауылға қайтып оралуын тілеп едік. Естеріңізде болса, Аян былай дейтін еді ғой әңгімеде. «Ей, мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол сүйінсірағандай қуанышты үнмен. «Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатар алдында ағамның пальтосын басыма жастап, искеп жатқанмын. Ағамның иісі сіңіп қапты. Бір түрлі жусанның иісі шығатын сияқты. Менің ағамда жусанның иісі содан қалған. Сөйтіп жатып, ұйықтап кетіппін. Түсімде ағамды көрдім» деді. Әжесі қайтыс болғаннан кейін оны Бапай атты туысы асырап алады. Бірақ оған дұрыс күтім жасалмайды. Әжесі өмірден өтсе де, баланың қамықпауын бәрі таң қалдырады. Балалар күнде оның ертегісін тыңдауды әдет қылдырған. Ауа райы суық болса да, Аянның ертегісін өткізуге болмайды. Ол күнде бір ертегіні ойлап тауып, күннің батқанын күтіп, балаларға сол ертегіні айтуға асығатын. Оның ертегісінің қызық болғаны соншалық, оның ертегісін тыңдаған балалар ертегінің ішіне кіріп кететін. Бір күні барлық ауыл балалары Аянның ертегісін тыңдауға жиналады. Оның көңіл күйі өте жақсы еді. Аянның осы түні ерекше қызықты бір көзді дәу туралы ертегісін бастайды. Барлық балалардың үрейі ұшады. Сөйтіп отырғанда шөптің арғы жағынан өрт шығады. Балалардың барлығы қора үстінен секіріп, қаша жөнеледі. Ең соңында Аян қалып қойып, қора үстінен секіріп жатқанда аяғын ауыртып алады. Осы кезде ауыл бригадирі Тұржан келіп, Аянды аяусыз соққыға жығады. Ауыл балалары Тұржаннан қорыққаннан бұта түбіне сығалай қашады. Ауыл адамдары Тұржанға наразылық білдіреді. Содан Садық үйге келсем, төсектер салулы, бірақ ешкім жатпапты. Атамның екі көзі қанталап, тіліне сыймай тырсылдап ашуланып отыр. Апам көзін сығып жылап отыр. Не болды екен деп босағада тұрып қалдым. «Ой, аузыңды ұрайын, жаман неме» деді атам жекіріп. Тұржанның тепкісін Аянмен бірге көрсем нетті? Жаны тәтті, шірік неме, көрінбе көзіме деді. Мен зытып беріп, төргі бөлмеге кіріп, ұяттан қатты қысылдым. Содан кейін Аян аяғынан тұра алмай төсек тартып жатып қалады. Бапай шалдың үйіне Аянға оның досы Садық келеді. Аян есік жақтағы темір төсекте, пештің түбінде кір-кір жұқа құрақ көрпені жамылып жатыр екен.
бір жамбастаған күйде қозғала алар емес. Қамшымен тепкі тиген денесі көкпеңбек болып күлкіден ісіп кеткен, бет аузы да ісіңкі, көзі кішірейіп жылтырап жаутаңдап жатыр. Бір кезде маған: ағам келеді ғой жақында, сонда көрсетеді Тұржанға, деді. Аян Садықтың келгеніне қуанып, ол ертегісін бастайды. Ертегісі баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді. Біраз уақыт өткеннен кейін Аян аздап тәуір болып, балдарға қосылып ойнайды, бірақ бұрынғыдай мүлдем ойнамайтын болды. Бір күні балалар екіге бөлініп, қар атқыласып ойнамақ болады. Бұл ойынға Аянның да қатысқысы келеді. Лезде жүгіре алмайтындығын екі жақтың атаманы оның бетіне басады. Аян қатты ашуланады. Аян Асылбек атаға барып тобығын салып беруді сұрайды. Асылбек ата баланың өтінішін орындайды. Бірақ амал не? Бұдан кейін де Аянның тобығы тағы да тайдырып алады. Бұл көктем кезі болатын. Аян өгіз айдап келе жатып, өгізден домалап түсіп, тағы да тобығы таяды. Кейін Аян балалар үйіне жібереді. Аян халықпен қоштасып тұрып, мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын деп кетеді. Аянның өмірінде ондай қуанышты сәттер мүлде болмаған. Көргені қорлық, жетімдік, соғыстың зардабы болды. Сондықтан да Аянның тағдырын аямаған, сезінбеген адам болмаған шығар дей отырып, осы шарамды аяқтаймын. Сіздерді кітап оқуға шақырамын.